Менің кішкентай қызғалдақтарым демалысқа шығып әжесінен ертегі тыңдауға келіпті, солай ма? Иә. Ендеше мен сендерге екі дос деген ертегі айтып берейін. Ерте заманда қазақ тілі елінде леп белгісі менен сұрақ белгісі екеуі дос болыпты. Күндердің бір күнінде леп белгісі сұрақ белгісіне: мен саған қарағанда адамдарға көп пайдалымын. Себебі олардың қуанышының көңіл күйін мен білдіремін деп мақтанады. Сол кезде сұрақ белгісі: жоқ, саған қарағанда мен көбірек пайдалымын. Себебі олар білмегендерін мен арқылы біліп, білімдерін толықтырып отырады деп екеуі дауласа кетеді. Бұлардың дауласып жатқан, өтіп бар жатқан бір бала естіп, қастарына келіп: достар, сендер дауласпаңдар. Сендер екеуің де бізге пайдалысыңдар. Қазақ тілі сен екеуіңсіз, көңілсіз және қызықсыз деп екеуін татуластырыпты. Ендеше сұрақ белгісі менен леп белгісі болмаса, біздің қазақ тіліміз қандай болады екен? Көңілсіз және қызықсыз болады екен, солай ма? Иә. Біз білмегенімізді сұрақ белгісі арқылы сұрап біліп, өзіміздің білімімізді толықтырамыз. Ал леп белгісі арқылы біз өзіміздің көңіл күйіміздің көтеріңкі және қуанышты екенін білдіре аламыз, солай ғой? Иә. Әй бәрекелде, не деген ақылдысыңдар өздерің.